Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде математика сабағы. Математика сабағына бүгінгі біздің оқитын тақырыбымыз бір бағыттағы қуып жету қозғалысы. Бүгінгі сабақта бір бағыттағы қуып жету қозғалысына берілген есептерді теңдеу құрып шығарамыз. Балалар, енді теңдеу құрып шығару үшін біз нені білуіміз керек, нені ескеруіміз керек? Ең бірінші, екі дененің қозғалысына берілген есептерді теңдеу құрып шығаруға болады. Оны шығару үшін жәнегі берілген есепті мұқият оқып шығамыз. Қозғалыстағы денелердің әрқайсысына қатысты не белгілі екенін анықтап аламыз. Мысалы, міне, ара қашықтығы белгілі, V1, V2 жылдамдықтар белгілі, бізде уақыт белгісіз. Яғни балалар, белгісізді біз сұрақ қоймаймыз, бұл жерде X пен белгілеп қояды екенбіз. Енді есепте берілген барлық мәліметтерді пайдаланып теңдеуді құрамыз. Бізде есепте берілген ара қашықтық, жаңа айтып кеттім, міне V1, V2 жылдамдық, олай болатын болса, балалар, біз бірінші жақындау жылдамдығы 175-тен 75-ті азайтамыз. Одан кейін сендер білесіңдер, жәнегі V мен T-ның көбейтіндісі бізге есті береді. Олай болатын болса, 175 азайту 75 көбейту X тең 200-ге. Енді осы түрдегі теңдеуді шешеміз. Бұл жерде бізде бірінші орындалатын амал жәнегі жақшаның іші. 175-тен 75-ті азайтсақ 100 көбейту X тең 200. Мынандай түрдегі жай теңдеуді біз шығаруды білеміз. X тең 200 бөлу 100, X тең 2-ге. Олай болатын болса, балалар, жәнегі 2 сағаттан кейін қуып жетеді екен. Бұл балалар біздің кітабымыздың 25-ші бетіндегі екінші тапсырма болатын. Екінші тапсырма. Келесі. Енді кітабымыздың 26-шы бетіндегі үшінші тапсырмаға қараймыз. Кітапта балалар, бұл екі теңдеудің де есептің де сендерге сызбасы берілген. Мен шартын жазып тұрмын. Арман мен Серік бір уақытта үйлерінен шығып стадионға қарай жүрді. Балалардың үйлерінің ара қашықтығы 200 метр. Арман алысырақ тұрады. Оның жылдамдығы 175 метр минутына. Егер Арман Серікті 2 минуттан кейін қуып жетсе, Серік қандай жылдамдықпен кетіп бара жатыр дейді. Балалар, олай болатын болса, бізге Серіктің жылдамдығын табу керек. Енді мынандай түрдегі теңдеуді құрамыз. 175 азайту X. Өйткені мен, балалар, V1-ден V2-ні азайтуым керек. V2-ның орында бізде X болып тұр. Өздерің көріп отырсыңдар, көбейту 2 тең 200-ге. Міне осы түрдегі теңдеуді шығарамыз. Менде бірінші орындалатын амал жақшаның іші, бірақ та ол жерде белгісіз сан болғандықтан мен 175 азайту X-ті осы жерде қалдырамын. Ары қарай 200-ді 2-ге бөлеміз. 175 азайту X тең 100-ге. Мына түрдегі жай теңдеуді, балалар, біз шығара аламыз. X тең 175 азайту 100, X тең 75-ге. Ары қарай тексеру сызығын сызып, тапсырманы орындаймыз. Мына жерде менде орын болмай қалғандықтан, балалар, осылай қалдырдым. Енді, балалар, кітаптарыңның 26-шы бетінде тағы да осыған кері есеп берілген. Сол кері есепті өздерің шығарасыңдар. Енді, балалар, мына жерде қарасақ, теңдеу құрған кезде өте жеңіл. Егер де бізге V1 жылдамдық белгісіз болса, онда мына жерде X қып қоямыз да, ары қарай азайту V2 жылдамдықты жазып шығара береміз. Егер де бізге жәнегі екінші жылдамдық белгісіз болса, міне мына жердегі сияқты тағы да X пен, уақыт белгілі болса, оны X пен осылай берілген есептерге теңдеу құрып шығаруға болады екен.